өмірбаян, сыр бойында өмір сүріп, елге адал қызмет еткен Құланбай Фәнтайдың талайлы тағдырына арналған естелік. Мұнда бір әулеттің ғана емес, тұтас бір дәуірдің шындығы, соғыс пен бейбіт күннің, ерлік пен еңбектің, қуаныш пен қайғының ізі жатыр. Иә, өмір жолында адам немен бетпе-бет келмейді дейсіз. Ең бастысы, саналы ғұмырының сағын сындырмау. Құланбай Фәнтай біздің әкеміз. Ол кісіні біз тәте дейтінбіз. Отбасымызда осындай өзгелерге өзгеше көрінетін салт бар еді. Тәтем 1912 жылдың мамыр айында Қармақшы ауданы бұрынғы Дауылкөл ауылдық кеңесінде даңқты шайыр Тұрмағамбет туған 100 шайырдың қасиетті топырағында дүниеге келген еді. Еңбек жолын 1934 жылы 22 жасында Қармақшы ауданы Құмбөгет ауыл советіне қарасты Томар-Бөгет орта мектебінде 4 кластық біліммен бастауыш класқа мұғалім болудан бастаған. Ерте жастан елдің ұл қызына ұлағатты ұстаз болуы Алла тағаласы берген алғырлығынан болар. Арасы 2 жылдың ішінде, яғни 1936 жылы Құмбөгет ауыл советінде секретар болып қызмет жасады. Елге еңбек ете жүріп, жаратушысының жазуымен 1940 жылы анамыз Үрзиямен шаңырақ көтерді. Ол кезде тәтем 28, ал анам 19 жаста болатын. 20 ғасырдың 4-10 жылдығында құрылған отауда әкем мен анам тату-тәтті 42 жыл ғұмыр кешті. Жүректері жарасым тапқан жандардан 10 ұрпақ өрбіді. Алайда тағдырдың тезі ешкімді аямасы анық. Баланы ата-анадан айырар бір жаратқанның бекітілген берік қағидасы бұл отбасыны да айналып өтпеді. 10 перзенттің 4-еуі жастай шетінеп кетті. Елестетіңізші, көмейге өксік, кеудеге қан толтырар қандай қайғы бұл. Бірақ біздің әке шешеміздің салы суға кеткен жоқ. 6 баланы қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай бағып қақты. Осылайша өмір өз кезегімен өте берді. Тірі адамның тіршілігі тоқтаған ба? Тәтем 1941 жылы коммунистік партия қатарына алынады. 1942 жылдың аяғында әскерге шақырылып, снайпер, автоматизация, ручной, пулеметчик мамандығын игеріп, әрі қарай майданға аттанады. Украина майданында Днепр өзенінен өту кезінде кескілескен шайқаста көрсеткен ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденмен марапатталды. 1941-1945 жылдары Германияны жеңген үшін медалімен, ұлы жеңістің 20-25 жылдығы, КСРО қарулы күштерінің 50 жылдығы, 60 жылдығы медальдарымен және 1977 жылы еңбек ардагері медалімен, Лениннің 100 жылдығы медалімен наградталды. Ақтәтем кетелінің омырауына осы наградаларын жарқыратып тағып жүретін. Жеңіспен 1945 жылы елге оралды. Тәтем соғыс туралы естеліктерді айтқанды құп көрмейтін. Себебі көз алдында майдандас достарының бірі шараланып, екіншісі оққа ұшқаны бүгін болғандай ұмтылмайтын еді. Соғыстан елге оралған соң қызу еңбек майданына араласты. 1946 жылы Каганович атындағы колхоздың партия ұйымының секретары қызметін атқарып, 1948 жылы Көктөбе колхоз председателі, 1950 жылы Орал қаласына колхоз председатель дайындайтын курс тыңдаушысы, 1952 жылы Ленин атындағы колхозда партком секретары қызметін атқарған. 1955 жылы Сталин колхозының председателі қызметін абыроймен атқарып, 1956 жылы Шымкент қаласындағы колхоз председательдерін даярлайтын ауыл шаруашылық орта мектебінде толық курсын аяқтап, кіші агроном деген мамандығы бойынша диплом алған. 1957-1964 жылдар аралығында номері 4 ферманың меңгерушісі, номері 1 ферма,
нөмірі 2 фермаларда жұмыс істеді. Ленин совхозы директорының орынбасары, бөлім басшысы қызметтерін абыроймен атқарып, 1972 жылы еңбек демалысына шықты. Тәтемнің еліне жасаған еңбегін көптеген грамота, мақтау қағаздарынан көруге болады. Басшылық қызметте жүргенде өз шаруасына мығым, сөзін өзгеге тыңдата алатын, егін алқабын тіршілік нәрімен қамтамасыз ететін канал қасырған. Ел арасында ол әліге дейін Әнтай канал деп аталады. Әкемнің көзін көрген кісілер, ағайындар, аңқылдаған ел басқаруға ерте араласып, аттан түспегендігін айтып отыратын. Адамгершілігі мен адалдық қасиеті үшін аудан басшылығы құрмет тұтып, жақсы көретін. Сондықтан болар ауылдың құрметті азаматы деген атақ та берілді. Үрзия анам туралы айтсам, өте салмақты, биязы мінезді еді. Барлық істі ақылға салып, таразылайтын. Ешқашан ашуға жол бермейтін. Дауыс көтеріп, айқайлағанын естімей өстік. Сол көркем мінезінен болар ағайын туысқа сыйлы, қадірлі болды. Ал тәтем мен анамның қонақжайлылығы өз алдына бөлек салалы әңгіме болар еді. Берекелі отбасы, көпке танымал, белгілі болып, ағайын туыстың алғысына бөленген. Ауылдың тұрғындары әулетіміздің татулығы мен бірлігін қазірге дейін үлгі етіп отырады. Тіпті Әнтай дастарханы деген қанатты сөз аудан асып, облыс, республика көлемінде нақыл ретінде таралған еді. Тәтем балаларының болашағына ерекше мән берді. Бойымызға жақсы қасиеттерді артты. Бізбен сырласатын, ақылын айтып, білген көргенін айтып отыратын қамқор әке болды. Шаңырақтың берекесі Үрзия анамыз қыздарын ибалы, тәрбиелетіп өсірді. Бойындағы асыл қасиеттермен қазақи салт дәстүрді үйретті. Шерғазы ағам жолдасқа бай, қолы ашық, мырза, досқа адал, көпшіл еді. Батырлығы мен батылдығынан ағайын жора жолдасына сыйлы болатын. Мұрат ағамның бойына іскерлігі, білімділігі, білікті салауатты басшылығы, қонақжайлығы мен мәрттігі дарыған. Болат ағам өз ісінің маманы, сауатты дәрігер болды. Ақылды, ізеттілігімен, маңқоңыр мінезімен қадірледі. Әңгімені әдемі үйлестіріп, әзілді жарасымды тауып айтатын. Студент шағымда ауылға келгенімде автобустан күтіп алып, қайтарымды қимастықпен шығарып салатыны көз алдымда. Ардың алдында адал болып, табандылықтың тап нұсқасын танытқан әкеміз бен анамыз мәңгілік мекенге аттанды. Жарат әкем, Әнтай тәтем 69 жасында 1981 жылы 15 сәуірде дүниеден өтті. Алашына адал болған әкем Әнтайды көзін көргендер ұмытпапты. Ауылдағы бір көшенің атын Құланбаев Әнтай атына берген. Ал жан анам 2009 жылғы 17 қаңтарда жаратқанына қайтты. Жаратқанның жазмышына не шара? Тағдыр тақтайшасында осылай жазылған болар. Ендігі жерде Алладан тілерім амандық. Қалған жандар, бауырлар аман болсын. Бүгінгі таңда атана қара шаңырағы қасиетті орынға айналған. Қармақшы топырағына дархандығымен аты шыққан Әнтай әкеміздің үйіне қонақ болып келетіндер көбеймесе азайған емес. Тәтем дастарханын бойында имандылығымен отбасының бүтіндігін ойлаған. Ағайынға жанашыр, тілекші болып, Мұрат ағамның жары, ұлдай жеңгеммен ата дәстүріне берік, аңқылдаған ақ көкірегінім Шәкімхан ұстап отыр. Аллам киелі шаңырақтың ақ дастарханын тек жақсылыққа, тойға жайылуын нәсіп етші. Әмин. Беріп жатқан артына ерген ұрпағы, Әнтай асы қабыл болсын жамағат, адалдықтың ақ жалауын жықпаған ер есімі болашаққа аманат. Қызыл жұлдыз, кавалері атамыз, сұм соғысты бастан кешкен алапат, батыр шанның кеудесіне тәуелді, 5 жұлдызды қанмен келген марапат. Тәубә шүкір, ел еңбегін ақтады,
ардагердің еңбек жолын саралап, нар тұлғаның елге ерен жасаған игі ісі қоғамға үлгі қанағат. Тектілігін, тегеурінді тиектеп, көше берді, ерлігін ел бағалап, рухтары шыңдалғандай шаңғырып жүрген жұрттың көше бойын жағалап. Мейірімен ақ дастархан жайылған аттың басын бұрғандарға сағалап, дастарқаны кең жайылған антайдың ел аузында аңыз боп жүр аралап. Үш арысын көзі тірі кезінде кеткен еді алтын менен тағалап, жақсыларға көзі түскен сұмажал жас әкеттау ел жүрегін жаралап. Не шара деп жаратқанның ісіне, ұрпағына еттік тәуба қанағат, ұлағатты ұрпағымен мың жасап, иманы болсын үш арыстың салауат. Жарық сыйлап, мәпелеген аялап, ұрпағына әке асқартау, ана бақ мархумдарға арнап бүгін оқылған дұға тілек қабыл болсын жамағат. Ас берушілер: қыздары Тәтті, Рауа, Рина.